Тұрақтылық дегенді пропагандамен миымызға сіңіріп тастаған елде тұрамыз. 19 миллион санымызбен әлемде Instagram қолданудан бірінші орынға шығып тұрмыз ғой. Еркіндеу контент жағынан тіпті мүлдем бізде қарайтын жер жоқ. Қоғамдық теледидар бізде жоқ, телеарна жоқ. Тек сен қалдың өзгермеген. Бұл дүниедегі ең жаңағы кедей жүнжіп жүрген сен. Жастарымыз мотивацияны сырттан алады. Тимур, рахмет бізге сұхбат беруге келіскеніңіз үшін. Енді өзіңіздің IT саласының маман ретінде жақсы білеміз. Көп семинарлар, курстар өткізгеніңізді білеміз. Жалпы бүгінгі кезде адамдарға көбіне мотивация керек, көп адамдарға. Соның ішінде өзіміз көбіне үйреншікті орнымыздан, болмаса комфорт зонамыз дейміз ғой, комфорт зонадан шығудың жолдарын кейде білмей жатамыз, кейде білсек те енді оған жігер жетпей жатады дегендей. Жалпы комфорт зонадан шығу қаншалықты дұрыс, оны не істеу керек шығу үшін? Өте қиын сұрақ. Ол әрине комфорт зонадан шығу әркімге оңай емес. Айтылу оп-оңай, ақыл кеңес ретінде берілу оп-оңай жауабы. Бірақ оны практикада, іс жүзінде, өмірде атқару өте қиын. Бір өмірлік бетбұрыстардың майлстоун деп айтамыз ба, сондай сәттердің бірі. Комфорт зонасы ол бірінші адам негізі білу керек. Шындығында көп адам соны білмейді екен, комфорт зонасын. Яғни ескі стильмен, бәлкім біз жалпы тұрақтылық дегенді пропагандамен миымызға сіңіріп тастаған елде тұрамыз. Тұрақтылық деген жақсы ғой негізі, отбасыңды қиналмай асырап жүресің, қандай да бір жұмыс орнында боласың. Мен тұрақтылық жақсы ғой, кез келген нәрседе. Бір жерге жұмыс істеуге барып, резюмеңді ұсынсаң, резюмеңді қарайды да, жарайсың дейді. Енді себебі бір жерде 10 жыл жұмыс істеген адамсың, 5 жыл жұмыс істеген адамсың. Яғни ол адам сен жұмысқа алатын кезде, мынау орнықты адам екен, тұрақты адам екен, бір жерден екінші жерге секірмейтін адам екен деген секілді ойда болады. Осы жағынан келгенде біз енді жалпы турбулентность деп айтады ғой, енді үнемі жаңағы бір аласапыран, арпалыс өзгерістерге ұшырамаған жақсы көреміз. Бәлкім бұл экономикалық жағынан пайдалы шығар. Бірақ дамыған елдерді қарайтын болсақ, негіз білім жағынан болсын, экономика жағынан болсын, адамдардың полемикасы болсын, ғылыми салада, бизнестің өзінің сферасында бір-бірімен тайталасы болсын. Негізі тұрақтылықсыз немесе айталық бір-бірімен бәсекеге түсу, конкуренция, диспут, бірін-бір сотқа беру, көнбеу тұрақтылыққа. Айталық, қандай да бір бизнес ұзақ уақыт бойы, қандай да бір саланың лидері болып қалса, соған көнбеу. Деген секілді өте көп нәрселер бар тұрақтылыққа байланысты. Бұны неліктен әріден алып келе жатырмын? Себебі бізде жаңағы комфорт зонаға жатып қалу, отырып қалу деген бізде ол культқа айналған деп ойлаймын өз басым. Яғни тіпті біздің әке-шешеміз де, мысалға ұзақ уақыт бір жерде жұмыс істесек, біз сол жерден отымен күріп, күлімен шығып жүре бергенімізді жақсы көреді. Тіпті о кісілерге салсақ, зейнетке сол жерден шыққанымызды қалап тұрады. Яғни өздерінің өмір сүру стилі ғой. Кеңестік өмір салты,
кеңестік экономикалық тұрақтылық дейміз бе. Енді ол экономикалық тұрақтылықтың түбі стагнацияға апарғанын бәріміз білеміз. Жалпы тұрақтылық негізі түбінде стагнацияға апарады. Исламда мынандай сөз бар екен. Бұл енді хадис пе, әлде бір ислам ғалымдарының айтып кеткен сөзі ме, ол жағын білмедім. Бірақ бір оқыған сөзім. Мұсылман адам күнде алға бір нәрсеге ұмтылып жылжып отырмаса дейді. Яғни күніне бір хадис жаттамаса, бір аят оқымаса, яғни мұсылман ретінде, тұлға ретінде күніне бір қадам алға жылжымаса, демек ол 2 қадам артқа кетіп жатыр дейді екен де. Яғни ол ешқандай да тоқтап тұрған жоқ. Мысалы біз ойлаймыз ғой, біз дамып жатқан жоқпыз. Бірақ мен артқа да кетіп жатқан жоқпын деп ойлаймыз ғой, енді жаман нәрсе істеп жатқан жоқпын деген секілді. Бірақ тоқтап тұру деген болмайды екен да. Адам не даму керек екен, не артқа кетеді екен. Сондықтан адам бірінші комфорт зонада екенін бірінші сезіну керек, бірінші ойлану керек соған. Сосын барып не істеймін деген ой келеді екен да енді. Яғни ол комфорт зонадағы жағдаймен адам көнбеуі керек. Менің ойымша осыдан басталады. Яғни көнбеуден басталады. Яғни өзінің сол стагнацияда немесе комфорт зонада, енді біреу үшін ол стагнация, біреу үшін жай ғана комфорт зона, жақсылап отырып алған комфорт зона. Соны сезінгеннен кейін барып адамда бір психологиялық подсознание деп айтамыз ғой, бір процестер басталады, өз адамды жеу басталады іштен. Енді өзгерсейші, өмір стиліңді өзгерсейші, бәлкім басқа жұмыс орнын қарап көру керек шығар, бәлкім бүйтсек қалай, сөйтсек қалай деген секілді бір ішкі процестер басталады. Ең маңыздысы осы кезде бір күйзеліске түсіп кетпеу деп айтар едім. Сосын барып біртіндеп комфорт зонадан шығудың бір стратегиялық жоспарлар құрыла бастайды. Сосын барып комфорт зонадан шығады адам. Сосын тағы бір мәселе, адам жалпы негізі, енді өз тәжірибемнен байқағаным, көп адамдар үнемі қозғалыста жүреді екен да. Мысалға мен жұмыс орнымды енді соншалықты жиі болмаса да бір 3-4 жылда ауыстырып тұрған екенмін. Сосын мектебімді ауыстырғанмын оқушы кезімде. Яғни өзі үнемі ауысып тұратын адамдарға ол норма болып қалыптасады екен. Бірақ комфорт зонадан шығу деген культке айналмау керек. Екінші жағынан ең басты айтқым келетіні осы. Себебі қазір енді кітап дүкендеріне баратын болсақ, мотивациялық кітаптар өте көп қой. Бірақ мотивацияның ең дұрысы іштен шыққаны. Өзіңіз білесіз, мотивацияның 2 түрі болады. Сыртқы фактор арқылы, ішкі фактор, адам ішкі өзінің мені арқылы келетін мотивация. Манадан бері менің айтып отырғаным негізі іштен келетін мотивация. Яғни оң солын қарап деген секілді. Енді бір білмедім, $1 миллион, $1 миллиард ақшасы бар адамның ойбай жаңағы қазір жұмысыңды тастады, кәсіп ашып кет, сен осы күнге дейін бизнес жасамасаң не қылған адамсың деген секілді кітаптарды оқып алып, бала шағасын асырап отырған кәсібін тастап, аяқ астынан тым жақсы 5 жыл болсын, 1 жыл болсын, қанша жыл болса да кәсіп қылып жүрген жұмысын тастап, бір күнде барлығын бұзып сындырып қиратып кетуге болмайды. Себебі ол арты қиын жағдайға апаруы мүмкін. Біреулер ажырап кетуі мүмкін, Құдай сақтасын. Немесе өзі ішкілікке салынып кетуі мүмкін, одан да Құдай сақтасын. Қазіргі таңда енді экономикалық мәселе басты назарда ғой, қанша дегенмен. Жұмыс орны, бала шаға сананы тұрмыс белгілейді деген секілді. Сондықтан да ол комфорт зона деп айта бергеннен, осы жерде көрермендерімізге сәл құлақ қағыз. Ол комфорт зона осы екен деп, анау қыстың күні шешіне сала қарға көмпете қалған сияқты олай да болмайды. Жан-жағын қарау керек. Бірақ егер жаңағы тактикасын, стратегиясын ойластырып, бір өзінің потенциалы болады ғой. Мысалға, мен өзім комфорт зонадан шығудан қорықпаймын, себебі асыраусыз
табыс көзінсіз қалам деп қорықпаймын. Яғни фрилансқа шықсам да, ол жақта да менің тәжірибем бар, жеке кәсіп ретінде жұмыс істеуге. Сондықтан табыс көзінен қысылмайтын болғандықтан маған комфорт зонадан шығу оңайырақ. Басқаша ойлауға мүмкіндік бар. Ал егер өмірі жеке кәсіп жасап көрмеген, жеке кәсіпкерлік, акт работы, счет фактура, кейде тіпті адамдармен, контрагенттермен соттасуға тура келеді, кейде тендерге түседі, кейде бір аяқтай жүріп клиент табады, келіссөз жүргізу керек, нетворкинг ортасы болу керек, бір тамыр танысы болу керек, бір нарықтағы өзге қызмет немесе тауар өнім ұсынатын бәсекелестерден бір артықшылығы болу керек деген секілді біраз нюанстар бар. Осындай нәрселерді ескермей, комфортный зона деген осы екен деп тағы да секіріп кетуге болмайды. Сондықтан осы жан-жағын қарап барып, егер шешім қабылдаса, негізі жалпы комфорт зонадан шығып тұрған дұрыс. Себебі мана әңгімемнің басында айтқандағыдай, бір айналдырып келіп айтып жатқаным, өзгеріс негізі өте жақсы өзгерістерге әкеледі. Яғни өзгерістің өзі өзгеріске әкеледі. Бір кісінің айтқаны бар екен, күнде бір нәрсені істеп жүріп, менің өмірімде өзгеріс болады екен деп ойлама дейді. Яғни бұлай қарағанда өте банальды сөз, қарапайым сөз, бірақ күнде таңертең 9-да тұрып, жұмысқа барып, күнде кешке қайтып келіп, осы енді 10 жыл, 20 жыл осы қайталана берген, ол жаман деп жатқан жоқпын. Енді адамдар осы жерде тағы дұрыс түсінбей қалмау керек. Ол өте жақсы. Яғни тұрақты түрде, кәсіби бір жерде жұмыс атқарып, бірақ адам өзі ішінен ондай жағдайда өте бір ерекше өзгеріс күтпеу керек. Яғни аспаннан көлік түспейді, аспаннан баспана түспейді. Егер тұрмыстық жағдайын жақсартқысы келіп жүрсе, немесе аспаннан ол байып кетпейді аяқ астынан. Ол тұрақты нәрсе, тұрақты табысты ғана әкеледі, сол күнделікті өмірмен сүре береді. Ал егер бір скачок деп айтады ғой, бір серпіліс күтетін болса, бір амплитуда өмірінде, сондай бір жарқын өзгеріс күтетін болса, адам онда жарқын өзгеріс жасау қажет болады өзінің өмірінде. Бәлкім стилін өзгертер, бәлкім жұмыс орнын өзгертер, бәлкім тіпті кәсібін де өзгертер. Әрине сіз дұрыс айтып отырсыз, жаңа Тимур, өйткені біздің елдің мәселесі бар, жұмыс орындарының мәселесі бар, тіпті кейбір өңірлерде, ауылдарда тіпті жұмыс орындар көбіне тек негізінен бюджеттік қызметкерлер, бюджеттік орындар болуы мүмкін, сондықтан оны тіпті бұл мәселені, бұл әңгімені түсінбеуде мүмкін адамдар. Ол бюджетке жаңағы тамыр танысын салып жүріп, әрең жұмысқа орналасқан кезде оған мына жұмысыңды таста да басқа жерге кет деген ауырлау тиеді әрине. Енді өзін өзі дамыту деп жатырмыз ғой, жалпы нақты қандай қадамдар жасау керек? Жалпы бұл да сол, жалпы соң кезде енді осындай бір алғашында осыдан бір 4-5 жыл бұрын негізі оңды солды ақыл айта беруге құмар едім. Бүйту керек, сөйту керек деп. Бәлкім жас ұлғайған сайын ба, әлде тәжірибе, мына жастардың тәжірибесін көрген сайын ба, соң кезде көбінесе бір антимотивация беретін болып жүр. Яғни сол манағы әңгіме ғой. Яғни кітап дүкендерінде толып тұрған кітаптар сол мотивация береді, Бірақ қайталап айтам, мотивацияның екі түрі болады. Ол іштен шыққан мотивация, сосын сыртқы мотивация. Бізде өкінішке қарай жастарымыз мотивацияны сырттан алады, және сырттан іздейді. Ол енді белгілі бір деңгейде жақсы. Үркейін деп тұрған қоянға тәйт деген соң не жорық деген бар ғой, Ол ішкі мотивациясы дайын деген сөз да ол қоян. Сыртынан тек көйт деген кезде шауып жөнеледі. Яғни адам өзі әбден дайын тұрады кейде, пружина сияқты. Мәселен, ауылда жүрген адам, Ол әбден уже Ақтауға немесе Астанаға, Алматыға
әйтеуір бір облыс орталығына, қалаға кетуге дайын тұрады өзі. Жаңағы подсознаниесі де, ортасы бәрі дайын тұрады. Бірақ бір шүріппені күтіп жүреді да, триггер. Сол кезде ол жаңағы мотивация жөнінде кітап оқыса, өзін-өзі дамыту жөнінде болсын, комфорт зонаны өзгерту болсын, онда оған бір жақсы бір түрткі болады. Сосын өзгертеді өзін. Ол кезде жақсылау жағдай. Бірақ көпшілігі өзін өзгертуге дайын емес болады, шындығында, біздің тәжірибеде. Яғни, не қосымша тіл үйренуге дайын емес, не жаңағы отбасын өзімен бірге алып жүруге дайын емес, не көшуге дайын емес, не жұмыс орнын өзгертуге дайын емес, не өзіне қосымша салмақ түсіруге дайын емес. Ол өзінің шамасын білмейді. Адамдар кейде мына иллюзияға түсіп кетеді. Жаңағы иллюзия өте жақсы айттыңыз. Яғни өзінің бір образын жасап алып, Өте жақсы айттыңыз. Жақсы подсказка бердіңіз. Иллюзия, яғни қазір не көп, тренинг көп қой, білмедім, бәлкім Инстаграмда отырып, бір мастер-классқа қатысады. Тек енді ондай мастер-класстар мен мотивациялық кездесулер, сабақтар, жиындардың адам үшін қорытындысы мынандай болады да, тек сен қалдың өзгермеген. Бұл дүниедегі ең жаңағы кедей, бейшара, жаңағы жүнжіп жүрген сен, қалғанның барлығы жаңағы осындай бицепс, трицепс шығарып алған, қалтасында $2 миллион бар, кімге барам, қай қалада қыдырам десе де өзі білет, ақшасы мына жағынан шашылып жатыр деген секілді бір ойды жүктеп жібереді. Яғни адамдардың аздырып жібереді ғой көбіне. Бұлайша айтқанда азғырып жібереді. Сөйтеді да жаңағы әлгі адам енді бәлкім біреулер аяқ астынан жаңағы өмірін кілт өзгертіп, бір пысық адамдар болады ғой астан, құрсыншы деп қолын бір сілтедім де Алматыға тайып тұрдым. Сөйтіп Алматыға барып, пәленше деген жазушының үйіне барып, ақыл сұрап, ол бір жерге жұмысқа орналастырып, содан осы күн осындай болып отырмын деп айтатын еді ғой баяғының ағалары. Мысалы, Әбдіжәміл Нұрпейіс ағамыз секілді кезінде мына кімнің Сәбит Мұхановтың үйіне іздеп барып, өзінің бір сондай жолын жалғастырған. Дәл сондай. Мысалға, сондай сияқты чудо деп айтамыз ғой, ондайлар өте сирек болады. Біріншіден, ондай оқиға өте сирек болады. Екіншіден, өмірде. Екіншіден, ондай адамдардың өздері де сирек. Яғни, таланты тасып тұрған адамдардың өздері сирек. Мен анау Инстаграмда бір жазатын сөзім бар, қатарда қатира, сосын қатарда қайрат деген. Енді қатарда қатира мен қатарда қайраттар үшін ол өте қиын нәрсе. Өзгеріс деген осы екен деп шауып кету. Сондықтан да мотивацияның ішкі түрі дұрысырақ, сыртқы түріне қарағанда. Енді біріншіден сол ішкі мотивация керек, екіншіден қалай өзгеру керек дегенде, негізі көп адам өзгеру керек дегенде сол өзін-өзі танып алмайды. Сосын өзгергенде бір сырттан өзгеріс күтеді. Негізі сол жұмыс істеп жүрген ортасымен, сол өзінің үйренген жерінде жүріп те жайлап өзгере бастауға болады. Яғни міндетті түрде жұмыс тастау кету міндет емес. Ол сол айталық жұмыс қанша енді. Егер вақтыда болса, онда арқайын, мысалы 2 күн жұмыс істеп, 2 күн демалатын болса, 2 апта жұмыс істеп, 2 апта демалатын болса, 3 күн жұмыс істеп, 1 күн демалатын болса да, оның 1 күн демалыс өзіне арналған уақыты бар. 8 сағат жұмыста болса, кешке өзіне арналған уақыт бар. Сенбі, жексенбісі бар. Яғни адамның бәрі өзіне арналған уақыт бар. Бірінші, сол уақытты дұрыс пайдаланып үйрену қажет. Осы жерден уже тайм-менеджмент шығады. Тайм-менеджментке келетін болсақ, Брайан Трейси деп аталатын бизнес-коуч, тренер бар, америкалық ақсақал. Сол кісінің
достижение максимума деген кітабын ұсынамын. Сосын goals, яғни цели деген кітабы бар. Сосын no excuses деген кітабы бар, яғни сылтауға жол жоқ деген кітап. Осы 3 кітабын ұсынар едім. Өте қарапайым тілмен және барлық деңгейдегі адамдарға арналған. Мейлі ол орныққан, ақыл тоқтатқан адам болсын, мейлі ол бозөкпе, бозбала болсын. Қай жастағы бала болса да, адам болса да, бұл кітаптар өте өзінің пайдасын тигізеді. Өте қарапайым тілмен жазылған және өте өмірлік тәжірибемен жазылған. Яғни мәселе тайм-менеджментке келіп тіреледі. Сол кешкі уақытын отбасыға бөлетін уақыты бар, сосын өзіне бөлетін уақыты бар, ағайын тумаға бөлетін уақыты бар. Сол уақытын дұрыс тиімді пайдаланып, өзгеріске 1-2 қадам жасаса, айталық. Енді ол адам өмірлік жаңағы дөңгелегі бар ғой. Кәсіби жағы бар, экономикалық жағы бар, денсаулығы бар, қаржы мәселесі бар, отбасылық мәселесі бар. Соның өзі шкалаға бөліп, айталық енді экономикалық жағын түзету үшін адам бірінші тіл үйрену керек. Немесе басқа бір кәсіп үйрену керек, иә? Енді бір ауызекі тілде қазақтардың арасында ол шабашкы деген сөзбен таныма. Оны сайт project деп айтады енді ағылшынша. Қосымша жобаны атқару үшін де адамда бір қабілет болу керек, иә? Ол сайт жасап үйренуді меңгерсе болады. Монтажды игеруге болады, монтажды үйренуге болады, иә? Бір компьютерді алып, Photoshop, жаңағы Adobe Premiere. Қарапайым мысалына камераға түсірудің өзі өнер, иә? Қарапайым камераға түсіруді. Қазір интернет-маркетинг, SMM деген үйренуге болады. Тіпті кітап тез оқуды үйренсе де болады. Кітап тез оқуды үйренсе, ол адам көп кітап оқиды, көп кітап оқыса, көп деген өзгерістерге әкеледі. Яғни айтайын дегенім, осындай бір қысқа спринттермен бір ұзақ марафонға шаппай-ақ. Сол көпшілігі бізде өзгеру, жаңағы даму дегенде бірден скачокты ойлайды біріншіден. Екіншіден кілт бұрылуды ойлайды, кілт бұрылу. Жолдан шығып кетуі мүмкін адамдар естіп жүріп. Ол адам жолдан шығып кету, оны көтере алатын адам да бар, көтере алмайтын адам да бар. Сондықтан осындай бір қысқа қадамдардан бастаса дұрысырақ болады деп ойлар едім. Бұл енді төменгі деңгейдегі адамдар үшін, ал бір өзгеріске жаны жақын адамдар болады. Оларға енді қанағаттанбайтын перфекционист адамдар, сондай ұмтылған адамдар үшін оларға енді кілт өзгеріс керек. Оларға жаңағы бүгін 20 сөз жаттадым, ертең идеяма жаттайым деп жүретін бір асықпайтын процесс оларды қызықтырмайды. Іштері пысып кетеді. Сол кезде оларға орта қажет болады. Орта қалада немесе бір дамыған қоғамның ортасында болады. Сондықтан ондай кісілерге кілт бұрылу қажет болады. Осылай, бірақ негіз байыппен жасаған дұрыс дер едім. Рас, Тимур, жаңа айтқаныңыз дұрыс. Мысалы, Стивен Кови болмаса жаңағы Брайан Трейсиді оқып атсаңыз, ең айтатын нәрсесін түйініне келсек, өзінің бір мақсатынды тап дейді. Өз басына мысал келтіретін болса, мысалы, сонау 10 жыл бұрын өзінің Қызылорда облысынан келіп, осы телеканалға хабарға келген кезде, осынау ортаны көріп, амбициялы жастарды көрген кезде, олардың тележүргізушілікке, болмаса тіл оқуға деген, өздерінің уақытын экономдауға деген сондай бір ұмтылыстарын көрген кезде өте қатты сол маған әсер етті. Сондықтан олармен бірге тіл үйренуге тура келді. Сол кезде мен ойладым, жоқ, бұлай жүруге болмайды, бұл деңгейде қалып қоюға болмайды. Егер қала берсең 5 жылдан кейін ешқандай ешкімге де керек болмай қаласың деп. Сөйтіп біз тіл үйрендік, жүгірдік. 1 жылдың ішінде жылдың басында мысалы ABCD'ді білмейтін қазақ жылдың аяғында мысалы болашақ бағдарламасына ие болуға дейін сондай бір жеттік те. Енді үлкен бір жетістік деп айта алмаймын, бірақ дегенмен жаңа сіз айтқан спринтке тез қысқа қашықтыққа жүгіру ғой, бұл яғни нақты мақсатқа бару деймін да. Сондықтан осындай бір адамдарға орта керек сияқты, бәріміз де өңірден, ауылдан шықтық қой енді. Сондықтан көбіне өзіміздің жастарға, ауылдағы жастарға, өңірдегі жастарға қарайлап жүреміз да. Солар біздің жасағанымызды, қателігімізді қайталамаса екен, яғни 35-36-ға келіп қайтадан ағылшын үйреніп деген сияқты
сондай бір оймен айтып отырмын да осыны. Сізіңше біздің ауылдағы жастар сондай ма? Жай өзгере ма? Әрине мен нақты білмеймін. Жастар дегенде жалпы жастардың бәрін айта алмаймыз ғой. Оның ішінде де ізденгіш жастар бар. Менде керісінше, мен қазіргі жастарға қатты таң қалам. 20 жасында біз 30 жаста енді үйренгенді 20 жасында біледі. Мен қанша жастар танимын, сол 19, 20, 21 жасында кәдімгідей кәсіпкер, сөз саптасы басқаша, тіл білет бірнеше. Білмедім, мен қазіргі жастарға қарап қайта марқаямын өзім. Дегенмен жастардың бәрін айтуға болмайтын шығар, бірақ өңірдегі жастарға ақпарат әлде аз барып жатқан сияқты. Мысалы, Ресейдің экономисті Гуриевтің айтатыны бар ғой, Қазақстанда ірі мегаполистегі, мысалы Алматы, Астана сияқты қалалардағы адамдардың бәсекеге қабілеті жоғарылау, яғни бәсекеге мықтылау. Олар бірнеше тіл білет, олардың мүмкіндігі жоғары деген сияқты. Осы жағынан салыстырып келгенде, әрине өңірдегі жастар мүмкін оларға әлде де білім аздау болып тұрған шығар, ақпарат аздау барып тұрған сияқты көремін. Енді мына Стивен Ковид айтып жатырмыз ғой, жалпы соның айтуы бойынша адамдар проактив болу керек дейді да, яғни пассив болма дейді, яғни барлығын қоғамнан көріп, мемлекеттен, биліктен, болмаса өзінің ауылдан шыққанынан, ортадан көріп, болмаса семьяңнан көріп деген сияқты. Содан көрме дейді да, яғни білмесең, білмеген нәрсеңді сұра. Мысалы Тимурға бар, Тимурдан сұра деген сияқты өзің ақпаратында. Иә. Марғұлан Сейсенбаев деген ағамыз ба екен, қателеспесем сол кісі айтты деймін. Ол айтады, мына адамдардың жетістігінен үйреніп қажет емес дейді. Себебі дейді, жетістік ол өте индивидуальный болады дейді. Яғни әр адамның жетістігі екінші адам қайталанбайды дейді. Бірақ барлық адамдағы қателік, өкініш немесе маңдай тасқа соғылған сәттер бәрінде бірдей болады екен да. Ескермей қалу, ұмытып кету, жіберіп алу, ойланбай сөйлегеннің арқасында бизнестен қағылу, кезінде дұрыс оқымаған, мән бермеген нәрседен ұтылып қалу, істеп жүрген жаңа кәсібін дұрыс бастағаннан минусқа кіріп кету деген секілді. Яғни бизнесмен болсын, былай кәсіби адам болсын, кез келген салада негатив сәттер, ұтылып қалған сәттер, болмай қалған сәттер, жағымсыз ситуациялар бәрінде бірдей болады екен да. Осыны көбірек ойлану керек жалпы бәрімізге. Жаңа қателік туралы айтып кеттік қой. Қателік дегенде мына есіме түсіп отыр да. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Англия өзінің шығындарын есептейді. Сол кезде ұшақтарының барып қайтқан ұшақтарды зерттеген кезде басқа адамдар айтады, яғни ғалымдар, сіздер барып келген самолетті емес, барып келмей қалған самолетті зерттейік дейді да. Өйткені олардан неге келмей қалған, олардың қателігі қандай болғанын соларға біліп біз жетілдіреміз дейді. Яғни қателікті зерттеуіміз керек дейді да. Енді адам өз-өзін жетілдіру үшін әрине бірінші кітап оқу керек, көбіне. Жалпы Тимур қазір қандай кітап оқып жүр? Жасанды интеллект тақырыбы қатты қызықтырып жүр. Соның ішінде ар жағы тайвандық болса керек, бірақ енді Қытайдың азаматы, сосын ақш-та да өмір сүрген, өзі ақш-та тұрған, сол жақта оқыған, жасанды интеллект бойынша диплом қорғаған, сосын анау Силикон Валли деп айтамыз ғой, Кремний алқабында жұмыс істеген, сосын Қытайдағы компанияларға да инвестиция салып, Қытайда да интернет компаниялардың арасында көзге түсіп жүрген Кайфу Ли деген азамат бар. Сол кісінің жасанды интеллект жөнінде кітабын оқып жатырмын. Негізі былай қарағанда жасанды интеллект бұл IT мамандарының тақырыбы ғой. Дәл осы кітапты, осы тақырыпты негізі көпшілік азамат оқыған дұрыс деп ойлар еді. Себебі мысалға өткен ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап электр энергиясы жалпы индустрияны қалай өзгерткен болса, жұмыс орындарын қалай қысқартқан болса, қалай автоматтандырған болса процестерді. Дәл қазіргі осы 21-ші ғасырдың осы 21-ші жылынан бастап десек те болады. Енді бұған дейін басталды ғой, бірақ бұдан кейін күшейе бермек.
Кез келген салада жасанды интеллект сол баяғы электр энергиясының ролін атқарады деп айтады. Яғни мейлі ол оператор болсын, мейлі ол аудармашы болсын, мейлі ол бухгалтер болсын, мейлі ол экономист болсын, заңгер болсын, білмедім, қай саланың адамы болса да, негізі жасанды интеллект өте көп салаға, өте көп сфераға өзгеріс алып келеді, және турбулент өзгеріс алып келеді. Сондықтан да енді адамдар, кәсіп иелері бір ұзақ уақыт сол сферада жұмыс істегісі келсе, жақсы табыс тапқысы келсе, сол жасанды интеллект жөнінде біле бастағаны дұрыс деп есептеймін. Екіншіден, Рэй Далио деген кісі бар, соның «Принципы» деген кітабы бар. Сол кітапты оқып жатырмын. Ол кісі де енді жаңағы өзінің кәсібінің жаңағы кризистен қалай алып шыққаны, корпоративтік құндылықтар, тағысын тағы бір өте жоғары деңгейдегі әңгімелерді айтады. Әзірге оқып жатқаным осы кітап. Сосын жақында анау Перизат Мырзахмет деген қарындасымыз Мұхтар Мағауиннің «Сары қазақ» деген кітабы шығыпты ашаршылық жылдарда. Енді ол кезекте сол кітап тұр. Енді тайм менеджмент деп айтып қалдық. Тайм менеджментті бір дұрыс үйлестірудің бір жолы ол ұялы телефонға әртүрлі мысалы приложение, бағдарламалар дейміз ба, қосымшаны жүктеп алып, сол арқылы календарь жасау, болмаса өзінің бір белгілі бір уақытын ұйымдастыру. Осы жағынан келгенде сіз бір Wave Life сияқты бір қандай да қосымшалар қолданып жүрсіз бе жалпы? Алғашында трекер пайдаландым. Менің ойымша ол қабілет қой. Тайм менеджмент ол қабілет, және ол әдет. Бұндай приложениелер, мысалға мен қарапайым үлгісін айтайын. Қазір адамдар өзінің денсаулығына назар аудара бастады, су ішу пайдалы деп айтады. Яғни күніне бір белгілі бір мөлшерде су ішу керек. Айталық 1 литр, 2 литр, 3 литр деген секілді. Адам соны үйреніп кету үшін хабарлама жіберіп тұратын бір арнайы бағдарламалар қолданады. Соткасының бетіне жаңағы шығарып тұратын, су ішетін уақытың болды деген секілді. Немесе сен бүгін су ішкен жоқсың деген себебімен су ішкен кезде оны адам басады, клик жасайды. Яғни бүгіндікке су ішкен жоқсың дегенде, айтпақшы деп барып су ішеді. Бұл әдетке айналғанша. Яғни айтпағым, басында трекер қолдандым, қағазбен, блокнотпен. Бірақ қазір енді ол әдетке айналғаннан кейін, санаға орныққаннан кейін ондай бағдарлама қолданбаймын. Енді уақытты дұрыс пайдалану арқылы, болмаса білім жетілдіру арқылы адамдар өзінің басқа адамдарға беретін бір қарызы бар, қоғам алдында. Қазақ оны азамат дейді. Яғни осы уақытын экономдау, тайм менеджмент жасау, білімін жетілдіру, даму арқылы адамдар өз білімін басқаларға беру керек деп ойлаймын да. Оны сіз де жақсы айтып кеттіңіз, мысалы семейдегі толқыңызда, тет толқыңызда. Жалпы осының бір жолдары қандай? Қазір ең бір адамзат тарихында болмаған жақсы кезеңдердің бірі дер едім осындай жағдай үшін. Яғни әлеуметтік желі қазіргі таңда өзінің бір күшіне мінген сәт деп айтады. Бәлкім біз әлі платоға шықпаған да болуымыз мүмкін. Өзіңіз білесіз, плато деген бар, даму үстірті. Бәлкім біз соған келе жатқан шығармыз. Бірақ осы бір алтын кезеңді пайдаланып, бір өзінің білгенімен бөліскісі келген адам әлеуметтік желіні жақсылап қолданса, ол тек білгенімен бөлісіп қана қоймай, қоғамға пайдасын тигізіп қана қоймай, өзіне де, жеке брендіне де табыс табуына, жарнамалық ақылы посттар жазуына, сөйтіп табысын еселеуіне, отбасын асырауына бір мұрындық болады деген ойдамын. Сондықтан ең дұрыс әлеуметтік желіден бастау. Сосын барып анау шетелдік дәстүрлер бар, мастермайнд группа жасау, нетворкинг жасау, клубтар құру деген секілді. Қауымдастық құрудың ондай жолдары өте қиындау, көп энергияға жетеді. Сондықтан сол дұрысы әлеуметтік желіден бастау. Бәлкім видео, бәлкім текст, бәлкім суретпен, бәлкім аудиомен, подкасттар жасауға болады. Мысалға, Нәрікби деген бауырымыз бар. Нәрікби Life деген подкаст бар. Мен өзім жиі тыңдаймын. Осы жақында ғана
Apple Podcast, iTunes'тен. Алғашқы орынға шықты, иә? Алғашқы орынға шықты Қазақстандағы. Кішкентай қадамдардан басталады, иә? Жай ғана өзінің бір білгенмен бөлісу үшін дейміз бе, адамдармен қарым-қатынас жасау үшін ашылған подкаст. Бірақ көптеген адамға өзінің пайдасын тигізіп жатыр деп ойдамын. Данияр Жігітбек. Данияр Жігітбекте Telegram каналын өте, Telegram, Instagram каналын өте жақсы жүргізеді. Яғни мен қарапайым жолы. Тимур, енді сіздің бір пікіріңізді айтыпсыз, мен қазақ жастарына қызмет қыламын, соларға жасаймын дейсіз. Жалпы осыны бір ашып түсіндіресіз ба? Неге тек қана қазақ жастары? Себебі Google-де кез келген запрос жасасаңыз, кез келген ақпаратты іздесеңіз, ол бірінші орысша шығады, сосын ол бірінші ағылшынша шығады. Сосын барып қазақша шықса, онда да шықса, шығу мүмкін. Сосын оның саны бар, мысалға ағылшынша 100 миллионның үстінде нәтиже шығады. Орысша миллионның үстінде нәтиже шығады. Кез келген сөзге ақпарат. Ал қазақша ол 100 мыңға жетсе сол. Бұл біріншіден. Екіншіден, We Are Social деген компания бар, халықаралық. Сосын Hootsuite деген платформа бар. Әлеуметтік желіні автоматтандыруға арналған платформа. Осылар жыл сайын әлем интернетінің трендіне шолу жасайды. Сөйтсе 2020 жылы орыс тілі әлемдегі интернетте контент жасаудан бірінші орынға шығады екен. Яғни орыс тіліндегі контент әлемде бірінші орын алады. Ағылшын тілі емес, яғни, Тіпті ағылшын емес, Қытайда емес, үндісте емес. Яғни біз үлес қосып жатырмыз соған. Енді тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Ресей, жалпы енді бекерден бекер халықаралық тілдің сапына жатпайды ғой орыс тілі. Айтайын дегенім, жоқ қазақша, ақпарат жоқ. Яғни қазақша контентті қазір жасамасақ, қашан жасаймыз? Біз жасамасақ кім жасайды? Деген бір тағы өте банальный, өте пафос болса да, сондай бір көзқарас бар. Сондықтан да енді байқаймын, орысша жазса лайк көп жинайды, пікір көп жинайды, репост көп жинайды. Бірақ әйтеуір тамшыдай болса сол үлесіміз тисін деп. Соңғы кездегі мәліметтер бойынша қазақ аудиториясы өсіп жатыр Қазақстанда. Негізі көбейіп келе жатыр. Негізі өте көп салада екі тілде емес, жалпы сол қазақ аудитория көбейіп келе жатыр. Бірақ өкінішке қарай олардың сұранысы әлі жоғарғы деңгейдегі контент емес. Олар тұрмыстық деңгейдегі контент үшін қазақ аудиториясының саны қарқынмен өсіп келе жатыр. Мәселен, Инстаграмды қолдану жағынан Қазақстан әлемде бірінші орынға шықты 2020 жылдың маусым-шілде айларында. Ойлап қараңыз. Яғни өзінің масштабымен. Бізде 18 миллион, 650 мың, 19 миллиондай халық болса, біз осы 19 миллион санымызбен әлемде Инстаграм қолданудан бірінші орынға шығып тұрмыз ғой. Біріншіден. Екіншіден, сол 19 миллион халықтың 9 миллионы Инстаграмда отыр. Енді өте көп көрсеткішті, өте үлкен көрсеткіш. Бірақ олар сол тұрмыстық деңгейде контентті әзірге тұтынып жатыр. Ол жаңалықтар, өсек-аяң, біреудің өмірі, анау сенсациялық шок жаңалықтар, анау бүйтіп қойыпты, мынау сөйтіп қойыпты деген секілді. Бірақ осының ішінен сосын кейін сегментация басталады ғой. Айталық, Дәулеттен деген бауырымыз жақсы контент ұсынып жүр. Бірақ оның өзі де тұрмыстық деңгейде болып саналады. Себебі ол баспана, ол тұрмыстық мәселе. Бірақ сол жаңағы технология, жасанды интеллект, тіл үйрену, бір кәсіп игеру, немесе инвестиция жасау, нетворкинг, корпоративтік бизнес дейміз бе, маркетинг деген секілді
бір салалық контент әлі де жұтаң бізде, біріншіден. Екіншіден, сол салалық авторларға ізденіс дейміз бе, сол әлі нашарлау болып тұр. Мен ойымша ол сол келесі толқын деп ойлаймын. Яғни біз бірінші жалпы сол тұрмыстық контенттің деңгейінде қазақ аудиториясы жанданып жетіліп алса, жиналып алса, сол темппен, сол қарқынмен салалық контентке бөлінеді деген ойдан біз сол кезде біз дайын болсақ ең бастысы. Жақында бір мәліметті көріп қалдым, мына ютубты көру бойынша Қазақстан әлемде 3-ші орынға кеткен. Бұл не деген сөз? Бұл бізде елімізде әлде интернеттің тегіндігі ма, арзандығы ма? Өте көп фактор бар. Біріншіден, салыстырмалы түрде бізде негізі интернет арзан. Салыстырмалы түрде бізде интернет жылдамдығы өте жоғары. Екіншіден, енді қазір тыңдап отырған көрерменіміз, ой, біздің ауылда интернет ұстамайды, жаңа қораның үстінде отырып, көріп отырым деген сияқты әңгіме айтуы мүмкін. Бірақ, жоққа шығармаймыз. Бірақ салыстырмалы түрде бізде интернеттің сапасы жақсырақ, және ақшасы азырақ. Енді 2000 теңгеге безлимит интернет деген көп елде жоқ ондай. Мысалы, мен Еуропада тұрдым, интернет, телефон өте қымбат. Өте қымбат. Мен мысалы Америкада болдым өз басым. Өте қымбат. Бірақ әрине енді ол жақта интернет жылдамдығы да жоғары, бірақ дегенмен. Енді біз Америка емеспіз ғой, Екіншіден, бізде контент тұтынудың басқа жолдары шектеулі, өте шектеулі. Мысалға біз ютубты ғана білеміз, басқа ештеңе білмейміз. Контент тұтыну жағынан айтамын. Мысалға видео қарайтын болсақ, ютубтан басқа қайда барамыз? Жоқ қой басқа. Не инстаграм қараймыз, не фейсбук қараймыз, не ютуб қараймыз. Басқа видеоны біз қайдан алмақпыз? Не ватсапқа келген спамнан қараймыз, туыс тумалас класстастар жіберген басқа видео қарайтын жеріміз жоқ. Ал дамыған елдерде дейміз бе, Америкада, Еуропада, Қытайда платформа өте көп оларда. Бізде сондықтан да біз басқа көретін жеріміз жоқ. Осы да себеп. Сосын сәл еркіндеу, енді бұл жалпы контент бойынша айтып отырмын. Ал еркіндеу контент жағынан тіпті мүлдем бізде қарайтын жер жоқ. Қоғамдық теледидар бізде жоқ, телеарна жоқ. Яғни альтернативті пікір білдіретін жер жоқ дейсіз ғой? Альтернатив пікір білдіретін жер жоқ. Сондықтан бізде альтернативті пікірді ауызбен айтып жеткізетін жер Facebook, видеомен айтып жеткізетін жер YouTube, қарайтын жеріміз де YouTube. Негізі қосымша платформа керек. Себебі жақсы, әрине әркім өзінің ойына келгенін айтып, өзінің пікірін еркін жеткізетін орта болған жақсы. Бірақ бәрібір альтернативті бір платформа болғаны маңызды деп есептеймін. Сауатты кәсіби телеарналар, жалпы көп болған дұрыс. Тимур, рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге сізге көп алғыс айтамыз. Елге біраз жақсы пайдалы ақпарат берді деп ойлаймын. Жақсы. Сіздерге рахмет.